Алоэдан жасалынатын асқазанға өте пайдалы дәрінің жасалу жолымен сіздермен бөліскім келеді. Өздеріңізге сақтап алыңыздар. Алдымен айналасындағы барлық тікендерінің барлығын алып тастап, алоэны жақсылап тұрып суға жуып алатын боламыз. Шұңғыл ыдысымызды алып, сол шұңғыл ыдысқа алоэмізді жақсылап майдалап турап аламыз да, ары қарай блендер немесе машировканың көмегімен езіп аламыз. Езіп алған алоэны марлының немесе ситаның көмегімен өткізіп аламыз да, осылай тек қана шырынын ғана алып қаламыз. Менде мед арнайы асқазанды емдеуге арналған, яғни асқазанға пайдалы мед. Осы мед сататын жерлерден сұрасаңыз болады. Медтан 200 грамм алып, 300 миллиграмм болған алоэміздің шырынына осы медімізді салып отырып, жаймен араластырып отырамыз. Жай араластырып отырсаңыз, өзі мед еритін болады. Ерігеннен кейін осындай қою сироп сияқты болып шығады. Осы алоэ шырынын банкіге құйып, аузын жақсылап жауып, салқын жерде сақтайтын боламыз. Бұл шырынды холодильникте 1 ай уақыт сақтауға болады.